Астанада сағат 14. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі. Қайырлы күн, эфирде жаңалықтар, студияда Айжан Алмасқызы. Петропавлда бүтін бір отбасын өлтірді деп айыпталған 3 азаматқа сот үкімі шықты. Қылмыскерлердің бірі өмір бойына бас бостандығынан айырылды деп хабарлайды Станкезет ақпарат агенттігі. Ел арасында резонанс тудырған іс Солтүстік Қазақстан облысы қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қаралған болатын. Былтыр жаңа жыл қарсаңында жерлеу рәсімдерімен айналысатын бизнесмен Вадим Приходченко мен жұбайы Юлияның және олардың кәмелетке толмаған баласы Юрийдің өз үйлерінде денелер табылған еді. Көп ұзамай 3 бірдей адамды бауыздап кеткен күдіктілер ұсталды. Сот отырысы 1 жылға жуық уақытқа жалғасқан еді. Маңғыстаулық фотограф Азамат Сәрсенбаев желідегі парақшасында Түпқараған ауданына қарасты Баутин ауылында дауылдан кейін 150-ден аса ит балықтың өлікселері шығарылған жазды деп хабарлайды Станкезет ақпарат агенттігі. Оның айтуынша, ғалымдар өлген ит балықтардың денесінен ауыр жарақаттарды байқаған. Ит балықтардың бұлай жаппай қырылу себебі әзірге нақтыланбай жатыр. Ішкі істер министрлігі электросамокаттарға қатысты құқық бұзушылық статистикасын жариялады деп хабарлайды Тенгриньюс кезет. Биыл электросамокат жүргізушілері жасаған 41 мыңнан аса құқық бұзушылық анықталған. Оның ішінде мас күйінде жүргізу 9 дерек, жалпы пайдаланымдағы жолдарда балалардың электросамокат жүргізуіне жол берген үшін 130 ата-ана жауапқа тартылғаны хабарланды. Аустрияда Кока-кола зауытындағы жарты литрлік Кока-кола, Фанта, Спрайт және Мезамикс бөтелкелерінен металл бөлшектері табылып, 28 миллион бөтелкеге шағым түскен деп хабарлайды Станкезет ақпарат агенттігі. Деректерге сүйенсек, бұл сусынның ең көп данасын қайтарған жағдай Аустрия тарихында бірінші рет болып отыр. Алдын ала мәліметтер бойынша мәселенің себебі құю желісіндегі сүзгінің сынуынан болуы мүмкін. Салдарынан кейбір бөтелкелерге сусынмен қоса металдың кішкентай бөліктері түсіп кеткен. Кока-кола әзірге зардап шеккен жағдайлар тіркелген жоқ деп сендірді. Компания салдарын жою үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтынын жеткізді. Сатып алушылар ақаулы өнімді дүкендерге қайтарып, ақшалай өтемақы ала алады екен. Осы және өзге де жаңалықтар келесі сағатымызда. Айжан Алмасқызы, бұл Авторадио Қазақстан. Ауа райы болжамы. Бүгін Петропавл Көкшетауда +3, Қостанайда +5, Павлодар мен Екібастұзда 9, Түркістан, Шымкент, Таразда 11, Қызылорда, Атырауда 8, Ақтауда 12 градус жылы, Ақтөбеде +4, Оралда 7, Семей, Өскеменде 9 градус жылы. Қарағанды мен Теміртауда +3, Жезқазғанда +5, Балқашта 7, Талдықорғанда 8 градус жылы, Астанада +2, Алматыда 9 градус жылы.